Әйел кісінің ет жақынысыз сапарға шығуы. Хадис. Аллаға және ақырет күніне иман еткен әйелдің егер қасында ет жақыны болмаса, кем дегенде бір күн, бір түнге созылатын сапарға шығуына тыйым салынады. Ассаламу алейкум, қадірменді тыңдармандарым. Бүгін сіздерге әйел кісінің ет жақынысыз сапарға шығуы жайлы айтатын боламын. Ал сіздер каналыма әлі де тіркелмеген жаңа тыңдарманым болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Алланың нұры жаусын баршаңызға. Хадиске түсіндірме айтатын болсақ, сапарға аттану үлкен дайындықты қажет ететін, өзіндік ауыр шарттары бар, машақатқа толы іс-әрекет. Адам өмірде ұзақ сапардан тұрады. Адам бұл өмірде қонақ һәм жолаушы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм бір хадисінде бұл дүниеде бір жерде уақытша ғана жүрген жат елдік адам немесе жолаушы секілді бол деген. Ендеше сапардың өзіндік шарттары мен талаптарының болуы заңды. Мұсылманның өмірі белгілі бір жүйе мен арнайы шарттарға негізделген. Сол себепті әрбір мұсылман Алланың разылығына бөленіп, екі дүние бақытына жетемін десе, бұған бағынуы тиіс. Хадисте сапарға шыққан әйел кісіге шариғат тарапынан қойылатын белгілі шарт қарастырылған. Ол сапарға шыққан әйел кісінің қасында үйленуге тыйым салынған ет жақындарының бірі, әкесі, аға інілері немесе өзінің ақ некелі жарының болуы. Мұсылман әйелге араларында үйленуге еш кедергі жоқ, бөтен еркекпен жұрт көзінен таса оңаша қалуына болмайтыны секілді, қасында ет жақынысыз сапарға шығуына да тыйым салынады. Ибн Аббас радиаллаху анхуден жеткен риуаятта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм ер адам бөтен әйелмен оңаша қалмасын, әйел кісі де қасында ет жақынысыз жалғыз сапарға шықпасын деген. Сонда бір сахаба: «Уа Алланың елшісі, әйелім қажылық сапарына шыққалы жатқан соң, мен де Алла жолында бәлен деген жорыққа аттануға ниеттенген едім» дейді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм әлгі сахабаға: «Әйеліңмен бірге қажылығыңды өте» деп жауап берген. Ғалымдар осы хадиске берген түсіндірмеде ислам дінінде отбасы қастерлі ұғым және құрылған шаңырақтың сақталып қалуына қатты маңыз беріледі. Сол себепті ерлі-зайыптылардың бір-біріне деген сеніміне селкеу түсірмеуге барын салып, оған апаратын жолдардың бәрін жабуға тырысады. Осы мақсатта зина жасамаңдар деп емес, зинаға мүлдем жоламаңдар деп бұйырады. Зинаға тыйым салумен ғана оны болдырмау мүмкін еместігін ескерген дініміз, зинаға жетелейтін барлық жолдарға бөгет қойып, алдын ала сақтық шараларын жасаған. Яғни, ислам діні әуел бастан-ақ отбасы мен қоғам үшін құртша кеміріп, ақыр аяғы іріп-шіруге алып баратын жаман іске тыйым салады. Ислам дінінің әйел кісіге жалғыз өзінің ұзақ сапарға шығуына тыйым салуының астарында әйелдің ар-намысына деген құрмет жатыр. Ханафи ғалымдарынан имам Тахауи өзінің Шарх Мағанил Асар атты еңбегінде әйел кісінің жалғыз өзі сапарға шығуына қатысты 5 түрлі көзқарас келтіреді. Соның ішінен дәлел тұрғысынан басымырағы әйел кісінің 3 күн
және одан да көп уақыт жалғасатын сапарға жалғыз шығуына тыйым салынады. Ал сапар 3 күннен аз болса шыға алады деген көзқарасты келтірген. Әйел кісінің сапарға ет жақындарысыз жалғыз шығуына тыйым салатын хадистердің үкімі тағаббуди емес, маққулул мағна тұрғысынан қарастырылады. Яғни, не үшін, мұның пайдасы қандай деп сұрап жатпастан орындалатын ғибадат секілді емес. Керісінше, күнә мен жамандықтың алдын алу және жер бетінде шариғат заңдарының үстемдік етіп, оны жүзеге асыру мақсатында жасалатын сақтандыру шараларының бірі. Хадистерде жол ұзақтығы мен сапар уақытының әртүрлі болып келуі де осындай хикметтерге негізделген. Сапар барысында мал, жан мен ар-намысқа зиян келтіретін қауіп болмаса, әйел кісінің жалғыз өзі немесе сенімді әйелдермен бірге сапарға шыға алатыны жайында айтылған хадистер мен ғалымдардың ижтихадтарынан осыны байқаймыз. Бүгінгі таңда 3 күн 3 түнге созылатын сапар жоқтың қасы. Мысалы, қажылық сапары әуе жолымен бар болғаны 5-6 сағатты құраса, құрлық немесе теңіз жолымен де 3 күн 3 түннен аз уақытты алады. Әйел кісі тұрақты мекенінен шығып, баратын жеріне 3 күннен аз мерзімде жете алатын болса, Ханафи және басқа да мазхаб ғұламаларының көзқарасы бойынша ет жақынысыз, махрамсыз жолға шыға алады. 3 күннен артық сапарға шыққан жағдайда жол қауіпсіздігі мен қаншалықты қатерлі екені ескеріледі. Жол қауіпсіз болған жағдайда Хазіреті Адидин радиаллаху анхуден жеткен хадис бойынша әйел кісі ет жақынысыз жалғыз сапарға шыға алады деген көзқарастар да бар. Қандай жағдай болмасын, әйел кісі жолға шыққан уақытта сақтық шараларын ұмытпауы тиіс. Мүмкіндігінше қасына ет жақынын ертіп алғаны жөн. Себебі, қанша жерден қауіпсіз сенімді болғанымен, сапардың аты сапар. Бөтен жердің аты бөтен жер. Оның өзіндік қиындықтары мен шарттары һәм заңдары болады. Ал қасында ет жақыны болса, әйел кісіге жол қиындығын еңсеру әлде қайда жеңілірек келеді. Алла тағала әрбір ісімізге жеңілдік берсін. Құрметті тыңдармандарым, видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазып қалдыруды ұмытпаңыз.